Сәлем достар, келесі сабаққа қош келдіңіздер. Және бұл сабақта алдыңғы сабақта айтылған ойды кішкене қорытындылайық. Алдыңғы сабақта айттық, Windows осы операциялық жүйесі біздің дербес компьютерлерде, үстел үсті компьютерлерінде негізгі операциялық жүйе ретінде қолданады және маркеттегі басым көпшілік, яғни пайызды құрастырады. Енді Linux дистрибутивтері өкінішке орай әлі өте төменгі деңгейде қолданылуда және Қазақстан Республикасының көлемінде бұл көрсеткіштен де төмен болуы мүмкін. Яғни менің жобалауым бойынша, мысалы, көпшілігіңіз қазір осы видеоны Windows компаниясының, яғни Microsoft компаниясының Windows операциялық жүйесімен қарап отыруларыңыз әбден мүмкін. Енді Linux-тің негізін қарастырғанның өзінде, бұл сабақтар сериясының келесі бөлімінде біз енді серверлік машиналарға негізделіп қарастырамыз. Яғни Linux операциялық жүйесі, Linux дистрибутивтары серверлік машина ретінде тамаша жұмыс жасайды және алдыңғы сабақта, яғни кіріспе сабақтарда айтқандай, бұл Linux-тің негізін білсеңіз, онда сізге көптеген мамандықтарды игеруге мүмкіндігіңіз бар. Мен мына жерде кішкене мамандықтар тізімін көшіріп алдым және қарап отырсаңыздар, мысалы, ең бірінші көпшілігімізге таныстау әрі кең тараған Linux операциялық жүйесінің администраторы дейді, яғни осыны қалыпқа келтіру жұмыстары. Сондай-ақ төмен қарай түсетін болсақ, автоматизация саласындағы мамандар, Android Developer, программист мамандар, сондай-ақ дерекқормен жұмыс жасайтын мамандар, бұның барлығы осы Linux-тің негізін білсе, онда басқа салалармен байланыстыра отырып жұмыс жасаса, көптеген нәтиже, яғни жақсы нәтижеге қол жеткізуі мүмкін. Бұл жерде тағы айта кеткіме отырғаны, яғни біз енді болашақ сабақтарда Linux-тің негізін, Linux-тің алғашқы қадамдарын бастағанның өзінде біз осы серверлік машиналарға қарай негіздейміз. Себебі Linux дистрибутивін үстел үсті компьютерінде қолданатын болсаңыз, онда басқа сабақтар жақын болып келеді деген ойдамын. Яғни, мына жерде мен қазір Ubuntu машинасын іске қосайын және кішкене түсіндіріп кетейін тағы да. Яғни Linux дистрибутивтарын біз үстел үсті компьютер ретінде қолданатын болсақ, ол жердегі кейбір операцияларды орындау, мысалы, жаңа фолдер жасау, яғни папка жасау, немесе жаңа құжат жасау, оның барлығы осы Graphical User Interface, яғни бізге үйреншікті интерфейсте оңай іске асады. Және қосымша бағдарламаларды ашу, кейбір бағдарламаларды жою, сондай-ақ операциялық жүйені қалыпқа келтіру, оның барлығы графикалық интерфейспен оңай іске асады. Алайда сабақтың келесі бөлімдерінде, мысалы, қарапайым командаларының өзі, оның барлығы осы Linux дистрибутивінің серверлік операциялық жүйелерінде жұмыс жасайтын мамандарға көп пайдасы тиюі мүмкін. Яғни айтқым келіп отырғаны, келесі сабақтарда қарастыратын командалар, сондай-ақ қарапайым операциялардың өзі, ол егер сіз Linux дистрибутивін осы үстел үсті компьютерінде қолданатын болсаңыз, сізге аса қажет болмауы мүмкін және қызықты болмайды да. Олай болса, енді біз қарастыратын командалар, сондай-ақ Linux-тің негіздері, оның барлығы болашақ IT мамандарға, соның ішінде Linux-пен жұмыс жасайтын мамандарға қызық болады деген ойдамын. Олай болса, келесі сабақта жүздескенше мен сіздермен қоштасамын.